бүкіл аурулардың алдын алу, ары қарай жұқтырмау, ары қарай бір деңгейде ұстау үшін профилактикалық жағынан екпе жүргізіледі. Бірінші медициналық қызметкерлер алады, ұстаздар алады, студенттер, полиция қызметкерлері, өйткені бұл саладағы кісілер халықпенен бетпе-бет тікелей қатынаста көп болатындықтан осы кісілерден басталады. Екі этапта салынады бұл вакцина. Вакцина салып болғаннан кейін 30 минут бақылауында болады дәрігердің. Содан кейін, егер де ыстығы көтерілмей барлығы жақсы болса, ол адам үйіне жіберіледі. 3 күннен кейін ол адам тағы да 3 күн бойы дәрігердің қадағалауында болады. Сол кездерде оның ыстығы көтерілмейтін болса, жақсы этапта өтті деген. Мы все понимаем, что в настоящее время вакцинация является безальтернативной методикой, которая может предотвратить массовую заболеваемость людьми данным вирусом. Говорится, что вакцинация – это риск, побочные эффекты и что-то еще может развиться. Я хочу сказать, что у любого лекарства, которое мы применяем, может быть такой же побочный эффект. Для этого и существует система здравоохранения, клиническая медицина. Никого принудительно вакцинировать не будут. Если есть у человека медицинские противопоказания или иные его убеждения, мы вакцинировать не будем.